Ассалаумағалейкум. Менің есімім Нұрмұхамбет, Ғаділұлы, мына Бәйтерек ауданы Болашақ ауылының тұрғынымын. Біздердегі мәселе, былтыр басталған мәселе, мынау әр ел болғаннан кейін ол жерде жұрты болады. Жұрт дегеніміз елдің манағы тұратұғын өзінің жері, біреулердің туған жері, мал жайылым жері. Біздердегі мәселе мына көлдің жағасындағы 217 гектар жеріміз. Біздерде бұл жерден басқа мал жайылатын жер де жоқ. Енді оны былтырдан бастап бұл жерге сіздер мал жаймаңыздар, бұл жер деген біздер сатылып кеткен, біздер манағы жеке қожалықтың жері деп мал кіргізбегендіктен біздер не қылдық? Біздер енді манағы әр нәрсенің жолын іздедік. Қалада манағы Бауыржан Закименен жолығысып, сол кісіден ақыл сұрап, сол кісілерге өзіміздің арызымызды жеткізіп, ол кісі манағы өзінің манағы жолдарымен баратын жерлеріне прокуратураға, судьяға дейін арыздарын түсіртіп, сот болды. 22 шілдеде соттың талап арыз қанағаттандырылсын деген шешімі шықты. Судья Әсел Бисалиева ханымға Алла разы болсын. Біздер осындай Қазақстанда, жаңа Қазақстанбыз дегенде, осындай әділ судьялардың барына ризамыз. Алдағы уақытта да енді осы халықпенен бірігіп, жақсы жетістіктерге жете береміз деген ниеттеміз. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Төлеш Молтаев. Ана Болашақ ауыл тұрғынымын. Ауылдың сол ақсақал төрағасымын. Бүгін мына жер туралы мәселемен келіп отырмыз. Бақташы былтыр қазан айында сол айтқаннан кейін малға жайылысқа бермегендіктен соны арыз беріп сотқа, одан кейін заңгерді жалдап, Бауыржан заңгерді неттік, содан кейін сотқа арыз бердік жер туралы. Барлығы жердің несі 217 гектарға. Сот шешім бойынша біздер ұттық. Саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады дейді. Сол қағиданың дұрысына көзіміз жетті. Ауыл тұрғындары күнделікке 50 жыл бойы суатына малын айдап суарып жүрген тұрғындарға жемқорлық келді. Келді 50 жыл бойы малын суарып жүрген жерде жерін тартып алып, суатқа мал жете алмай қалды. Бірақ та ауыл тұрғындары ұнжырға түспей, жемқорлықпен күресіп, ауызбіршіліктің арқасында, қалада Бауыржан Закиге хабарласып, әділдік жолдың арқасында сотқа шағымданып, сот халықтың пайдасына шешім шығарып берді. Ауызбіршілік керек, бірлік керек. Бірліктің арқасында, ауызбіршіліктің арқасында Бауыржан Заки сияқты өзі қарақты азаматтың арқасында жемқорлықты жеңуге болады. Құрметті ағайын, бүгін 7 тамыз 2025 жыл біз Бәйтерек ауданы Болашақ ауылына келіп отырмыз. Аллаға шүкір, әділдік бар екен, әділеттілік орнады. Алла аққа жақ дейді. Халықтың несібесінен ұрлаған оңбайды деп қазақ атамыз бекер айтпаған. Мына жігіттер, осы ауылдың тұрғындары былтырдан бері міне бірге жүріп, біраз жер дауы бойынша мәселені мен көтердік, айналыстық. Мына жердегі 217 көлемі гектар жер учаскесі жайылымдық жер. Яғни бұл ауыл тұрғындарының, Болашақтың малдарына, жандарына арналған, жайылуға арналған нағыз шөбі шүйгін жер. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде міне үлкен көл бар. Бұл жерде шөбі қалың, және де бұл суат. Қысы жазы мал осы жерден келіп су ішеді. Бірақ дегенмен де былтыр, яғни 24 жылы көктемде бұл жерге өздеріңіз көріп тұрғандай жер қоршалған, шаруа қожалығы ма, жеке компания ма, жалпы бұл жерді жеке меншікке алып кеткен екен. Бірақ дегенмен де ауыл халқының бірігуінің арқасында, ұйымшылдығының бір жеңнен қол шығарып, бізге келіп, оның ішіне маған хабарласып, ақыл кеңестерін алып, тиісті органдарға қорықпай, батыл, ең бастысы ешкімден қаймықпастан құқықтарымызды қорғаймыз деп арыз жаза білуінің арқасында тексеріс жасалды. Және де жақында ғана міне 22 шілдеде сот шешімі шықты. Батыс Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық сотының судьясы Әсел Бисалиеваның шешімімен бұл 2017 жылы
Досым Каримов атты азаматқа берілген осы жайылымдық жер учаскесі жарамсыз деп танылды. Бірақ Досым Каримов та оны осы жерді дұрыс пайдаланбастан 22 жылы қазан айында аграрлық қызметі жеке компаниясына осы жерді сатып жіберген. Компанияның басшысының аты Мағрипа Серікбаева. Біздің ақпаратқа сай, бұл аграрлық қызметі компаниясының яғни құрылтайшысы осы әйел адамның баласы ер азамат бұрын кезінде біздің облыстық деңгейдегі акиматтың жүйесінде саласында жұмыс жасаған адам. Яғни бұл жерде олардың да осындай өздерінің таныс білістігін салған болулары да мүмкін. Енді бұл жерде айтатын мәселе екеу. Ең басы бұл тек қана Оралға емес, тек қана Батыс Қазақстан өңірінде емес, бүкіл Қазақстандағы елді мекендерге, оның ішінде ауыл тұрғындарына үлгі болатын нәрсе. Неге? Себебі халық өзінің құқығын қорғап, конституция мен заңға сүйеніп, өздеріне қажетті жайылымдық жерді коррупциямен, банағы тамыр таныстықпен, тағы да басқа жолдармен заңсыз алып кеткен адамдарды, шарттардың барлығын сот арқылы бұзып, қазіргі уақытта міне әділдікке жетіп отыр. Оған міне өздеріңіз көріп отырғандай Төлеш аға мен Нұрмұхамбет ағамыз өздері куә. Осы жігіттер бастады және де біраз ауылдың бәрі де қостаған болатын. Сондықтан да бұл үлгіні сіздер барлығыңызда бүкіл Қазақстан азаматтары көрулеріңіз тиіс және білулеріңіз керек. Қанша жерде, қанша ауылда осындай, әсіресе қалаға, облыс орталықтарына жақын орналасқан жерлерде осындай даулар көп. Жер халыққа тиесілі деп конституцияда жазылғанмен, ол жерлердің барлығы да әкім де, басқа да шенділердің бір ғана қол қоюымен талай компаниялар мен шаруа қожалықтарына еліктеріне кетіп қалып отыр. Жалпы біз қоғам өкілдері бизнеске, шаруа қожалықтарына, басқа да компанияларға қарсылық жоқ. Экономикаға көмек көрсетіп дамытып отқан, оның ішінде ауыл шаруашылығы солар. Бірақ дегенмен де заңда жазылғандай жайылымдық жер халықтың жері, халықтың малының жайылатын жеріне ешкімде айтқанда құқығы болмауы тиіс. Ол сатылмау керек, жекеменшікке берілмеу керек, ол арендаға, жалға да берілмеу керек. Ол тек қана халықтың ортақ пайдаланатын сервитут дейді жер учаскесі. Сондықтан да осы киелі ұғымды бұзып, осы заңды белшесінен батқандар өздерінің жазасын алады деп ойлаймыз. Сот шешімі қазір міне шығып отыр. Енді мына осы жерді қайтару, іс жүзінде қайтару мәселесін біз ары қарай жалғастырамыз. Және екіншісі 2017 жылы Переметный ауылдық округінің әкімі кім болды? Заңсыз шешім шығарған. 22 жылы Досымның мына аграрлық қызметіне сатуын, негіз жерді сатып жіберуін бекіткен жер қатынастар бөлімінің басшысы кім болды? Және сол кезде де 22 жылы осыны бекіткен Переметный әкімдігінің басшысы кім болды? Осының бәрін біз біліп, осы кісілерді, яғни лауазымдыларды жауапқа тарту бойынша да әрі қарай мен өзім жеке жұмыстанамын. Сондықтан да ауыл тұрғындарына айтарым, осындай мәселелер болса қарап қалмаңыздар. Арыз жазып, өтініш арқылы шағымдарыңызды жолдап, сотқа дейін барып, тек өздеріңіз емес, жалпы саны шектелмеген қоғамның, ауылдың, микрорайонның, қаланың құқығын қорғауға, бірігіп қорғауға жұмыстаныңыздар.